Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай кереметтей баланың 6 айға толуына байланысты жасалатын осындай жарты торттың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, видеоны бағалап кетіңіздер. Ең алдымен торттың өзін жасап аламыз. Мен красный бархат тортын жасаймын. Сондықтан ең бірінші осы айранды ыдысқа құйып аламыз. Оның үстінен соданы саламыз да екеуін бірге араластырамыз. Екеуінде реакция жүреді, айранымыз кішкене көпіріп ұлғаяды. Бұны қазірше бір шетке алып қоямыз. Енді ыдысымызға жұмыртқаларды жарып аламыз. Содан соң оның үстінен шекерімізді салып аламыз. Және де екеуін жақсылап миксерлеп аламыз. Міне осылай массамыз кішкене ағарғанша жақсылап миксерлеп алдық. Енді оның үстінен өсімдік майын құямыз. Міне қараңыздар, айранымыз көпіріп, өзі көлемі кішкене ұлғайды. Енді осыған красителімізді қосып аламыз. Менде осындай индийский краситель. Маған өзіме осы краситель қатты ұнайды. Түсін әдемі ғып шығарады. Осы именно красный бархат торты болсын, пирожный болсын. Енді осыны жаңағы жұмыртқалы массамызға қосып аламыз. Осылай силиконовый лопаткамен жұмыс жасасаңыздар, ыдысыңызда ешқандай жаңағыдай масса қалмайды. Міне енді осыны жақсылап миксерлеп аламыз. Енді ұнымызға разрыхлителді қосып аламыз және екеуін араластырып аламыз жақсылап. Содан соң ұнымызды осылай ситодан өткізіп салып аламыз. Енді оны да жақсылап миксерлеп аламыз. Басында осылай миксерді қоспай, осылай араластырып аламыз кішкене. Өйткені миксерді бірден қоссаңыздар, ұнымыз шашырап кетуі мүмкін. Енді осылай ақырын миксерлеп аламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді пергамент қағазға осылай кальцияны қойып, пищевой фломастермен сызып шығамын мен. Менде диаметр, бұл жерде 22 диаметр. Корждарды осылай бірінші домалақ қып пісіріп аламыз. Содан соң ғана ортасынан бөлеміз. Оны жарты қып пісірудің қажет жоқ. Жарты қып пісірсеңіз, ол өзіңізге неудобно болады. Өйткені оның шетін кескен кезде де дұрыс болмай қалады. Сондықтан осылай бүтіндей етіп корждарды пісіріп аламыз ең алдымен. Міне, коржды 180 градуста 5-6 минут пісіріп аламыз. Және піскенін шпажка арқылы тексеріп аламыз. Міне піскен коржымызды мен осылай кольцомен шет-шеттерін тегістеп кесіп аламын. Бірінші, міне. Артық жерлерін алып тастаймыз. Содан соң ғана міне корждың дәл ортасын тауып, осылай дәл ортасынан екіге бөлеміз.
Енді тортымыздың кремін дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен творожный сырды ыдысымызға саламыз. Оның үстінен шекерді немесе сахарный пудраны саламыз. Содан соң осы екеуін жақсылап миксерлеп аламыз. Біркелкі масса болғанша. Және ескере кететін жайт, творожный сыр мен кремге қосатын сливкиіміз холодильникте кемі 7-8 сағат тұрған болу қажет. Міне ең соңынан сливкиді қосамыз. Мұздай болу керек екеуде. Және де екеуін енді барлығын осылай жақсылап миксерлеп аламыз. Плотный крем шыққанша. Міне біздің креміміз дайын болды. Міне осындай плотный болады. Міне осылай миксерді алған кезде де міне миксерден түсіп кетпейді креміміз. Осындай болып шығу керек. Ал енді тортымызды жинаймыз. Осылай подложкамызға кішкене крем жағып аламыз, тортымыз жылжып кетпес үшін. Және де осылай бірінші коржымызды қоямыз. Енді кремімізді жағып аламыз. Осылай кондитерлік қапшықпен жақсаңыздар, біркелкі әдемі болып жағылады. Міне енді екінші коржды қоямыз. Барлығын осылай жағып қойып шығамыз. Міне соңғы коржымызды қойып алдық. Енді оның үстінен кішкене ғана крем жағып қоямыз. Міне тортымызды жинап біттік. Енді оның үстінен аттестатный пленка қойдым мен. Және кольцоға орап қоямын. Торты енді холодильникке кемінде 7-8 сағатқа кремдері сіңу үшін қойып қоямыз. Міне менің тортым холодильникте тұрды. Енді кольцосын шешіп аламын және пленканы да алып тастаймын. Енді торттың сыртқы кремін жағып, оформлениясын жасайтын боламын. Торттың сыртын крем-чиз на маслемен қаптайтын боламын мен. Крем-чиз на масленің рецепті менің YouTube парақшамда бар. Описаниеге ссылкасын қалдырып кетемін. Міне, кондитерлік қапшыққа салып, кремді осылай барлық жағына жағып шығамыз. Ең алдымен жоғарысына жақтым, содан соң төменге жағамыз. Міне, осылай спатуламен жоғары жағын тегістеп шығамын. Барлық жағына крем тиетіндей етіп, содан соң жандарын шпательмен тегістеп аламыз. Тимей қалған жерлерін барлығына тағы да осылай жағып шығамыз. Дәл осы әрекеттерді тортымыз түп-түзу болғанша қайталаймыз.
міне тортымызды тегістеп болғаннан кейін осылай жан жағын подложкамызды тазалап аламыз. Осылай салфеткамен жақсылап шеттерін абайлап аккуратно тазалап шығамыз. Енді оформлениясын жасауға кірісеміз. Менде бұл жерде вафельный бумагаға шығарылған осылай надпись полтортика на полгодика деген София қыздың 6 айға толуына арналған. Осылай вафельный бумагаға декор гельді жағып, тортқа осылай жабыстырдым. Енді осындай кішкентай бөпені қоямыз. Артында мастика. Бұл да вафельный бумагаға шығарылған. Мастикаға жабыстырып, астынан шпажка салып қойдым. Міне шоколадный шарики. Бұларға да шпажка тығып, осылай тортқа орналастырамыз. Сол кезде шариктің өзін ғана қоймайсыздар, осылай шпажка қойсаңыздар, тортыңыз, шариктеріміз торттан құлап кетпейді. Арт жағына осылай безелерді қойып шықтым. Бұл бізде қызға арналған торт болғандықтан көп декорлары осылай розовый түсті болады. Міне енді мастикадан осындай жұлдызшалар жасап алдым. Арнайы формамен және де осылай торттың алдына қойып шығамын. Ең соңында осындай әдемі жемчуг посыпкаларды қойып шықтым. Міне біздің осындай әп-әдемі жарты тортымыз дайын болды. Қазір негізінен көп ата-аналар осылай баласы 6 айға толған кезде осындай жарты торт тапсырыс береді. Видео сіздерге ұнаған болса, лайк басып, менің еңбегімді бағалап кетіңіздер. Келесі видеоларда көріскенше сау болыңыздар.